Достар, мен сендер үшін күнде видео шығарып жүрмін. Ал сендер подписаться етудің орнына отписка жасап жүрсіңдер. Мен тезірек 150 подписчикке жеткім келеді. Так что арнаға тіркеліп кетейікші, достар. Барлықтарыңа сәлем. Сендермен бүгін мен оранжеде мен бүгін 30 градус челлендж түсіретін боламын. Осы үшін лайктарыңды басып, арнаға тіркеліп отырыңдар, достар. Біз қазір нәжден жамп рейтингпен салынып кете аламыз ба, білмеймін. Так, көрейік. Все, салынып кеттік жамп рейтингпен. Тез жетеміз деп ойлаған жоқпын. Так, бір блокты қоя саламыз мына жерге, и анау не істеп жатыр. Так, ол өзінің кроватын мықты қоршап жатыр. Бізде кирка жоқ, біз оның кроватын қазір долго сындыратын боламыз. Так, ол әлі қоршап жатыр, ё-моё. Так, біз үстіге қарай салына береміз осылай, и кеттік былай. Так, үстіге салынып кете береді мынау блоктары. Что-то мынау челлендж өте қиын челлендж, достар. Өздерінің осындай челлендж орында көріңдер, достар. Ол өте қиын челлендж, мен құлап кеттім. Жамп рейтингпен бұда кету қиын. Жаңа, достар, видеоның басында айтып өткендей, сендер менің арнама подписаться етудің орнына отписка жасап жатсыңдар, достар. Бұлай болмайды, мен сендерге күнде видео шығарамын еңбектеніп. Енді сол еңбекті бағалау керек, достар. Так что арнаға подписаться етіп кетейік. Мен күнде видео шығарып жүрмін сендер үшін. Сол сендер маған подписаться етіп кетсеңдер, мен өте қатты қуанып қалар едім, достар. 150 подписчикке тезірек жеткім келіп отыр, достар. Содан кейін 200-ге жетеміз, сосын ақырындап 1000 подписчик боламыз, достар. Сондықтан да, достар, сендерден арнаға тіркеліп кетулеріңді сұраймын. Біз қазір челікті өлтіреміз. Қазір автоматты жібереге кеттік, давайте. Достар, егер де сендер өте арзан жасайтын дизайнер тауып жүрсеңдер, онда менің ВК группамды ұсынамын, достар. Менде превью 80 теңге, достар. Өте арзан бағада, достар, 80 теңге. Превью өте тез дайын болады, тез уақытта. ВК группама кіріп, барлық примерларын көрсеңдер болады. Егер де алғыларың келсе, маған лысты жазасыңдар. Қазір біз бұл противникті осылай қамап тастайтын боламыз. Біз қазір қамап өлген жоқпыз. Так, слететіп тастаймыз. Так, мынау кетіп барады. Достар, мына 30 градуспен вообще повпласу қиын. Өте қиын. Өздерің 30 градусқа қойып ойнап көріңдер, өте қиын болады, достар. Так, мына жерде үстін жауып тастаймыз. Так, что-то мен дұрыстап неткен жоқпын ғой деймін. Так, ар жағы ашық қалды. Сол жақта жабу керек. Мынау тұрып алды жителдің ішіне. Достар, біз бұны лукпен атып тұрмыз осылай төбесінен. Так, все, құлап кетші, ё-моё. Қайтадан кетіп қалды, ну ладно. Короче, біз кроватын сындыр тастадық, енді осы лукпен атып тастаймыз бұны. Так, ол қыз мына жақтан келеді бізге. Так, бұны осылай сілтеп тастау керек. Ой, ё-моё, ёпта, давай өл. Ол тотаймен қорған қалды. Так, давай өлтіреміз. Блин, біз өлтіріп тастады, ну окей. Так, біз қазір материал жинап алайық. Так, біздің базадан материалдар толық қапты. Короче, бұл пацан мініп келе жатыр, и лукпен атып тастаймыз осылай. Ой, тимей қалды, ё-моё, все, құлап кетті, ёпта, тұр қалды, базасының астына тұрып қалды. Так, біз бұны атып тұра береміз, короче, өлгенше дейін. Қазір өзі шығады деп ойлаймын. Так, мынау шықпай жатыр әлі. Так, закуп жасап жүр, тез атып тастау керек. Так,
Ол что-то келейін деп жатыр ғой деймін. Так. Ой, блин, құлап тастады. Блядь. Оны тез алып тастаймыз, тез. Так, осы тұрған жерінен құлату керек. Так, ол бізге келіп қалды уже. Так, все, ГГ, достар. Достар, егер видео ұнаған болса, лайк басып арнаға тіркелеміз. Сендермен болған мен Ран, сау болыңдар.